Мен Анармен мектеп кезінен дос едім. Bir партада отырдық, арманымыз бір болды. Кейін мен жеке маркетингтік агенттігімді ашқанда Анардың жұмысы болмай, күйзеліске түсіп жүргенін көріп, ойланбастан қасыма көмекші етіп алдым. Досым ғой, қиындықта тастамаймын дедім. Оған ең жоғары жалақыны белгіледім, клиенттермен қалай жұмыс істеу керек екенін, бизнестің ішкі асханасын бәрін үйреттім. Біздің арамызда ешқандай құпия болмады. Осылай жүргенде бірде үлкен тендер жарияланды. Егер осы жобаны жеңіп алсақ, агенттік халықаралық деңгейге шығатын еді. Мен түнімен ұйықтамай, бірегей стратегия дайындадым. Барлық презентацияны, цифрларды, креативті идеяларды Анарға сеніп тапсырып, ертең таныстырылымға дайындап қой дедім. Келесі күні кеңсеге келсем, Анар да жоқ, менің ноутбугым де жоқ. Телефоны өшірулі. Төбемнен мұздай су құйып жібергендей болды. Тендер өтетін жерге барғанымда, менің ең жақын досым басқа бәсекелес компанияның атынан менің идеямды қорғап тұрды. Ол менің жобамды ұрлап қана қоймай, бастықтарға. Бұл стратегияны мен жасадым, ал бастығым, яғни мен оны иемденіп кеткісі келді, сондықтан мен кетіп қалдым деп өтірік айтып үлгеріпті. Ең ауыры жобаның ұрланғаны емес. Ең ауыры менің 15 жылдық сенімімнің бір сәтте күл-талқаны шыққаны. Мен оған қол ұшын создым, ол болса мені сол қолмен жарға итерді. Сол күні мен үйге қалай жеткенімді білмеймін. Ішімде бір нәрсе үзіліп кеткендей болды. Анар тендерді жеңіп алды, ал менің агенттігім үлкен шығынға батты. Бір ай бойы телефонды өшіріп, ешкіммен сөйлеспей жаттым. Бірақ бір күні айнаға қарап тұрып. Ол менің идеямды ұрлағанымен, менің миымды ұрлай алған жоқ қой дедім өзіме. Мен бәрін нөлден бастадым. Анар болса, жаңа жұмысында жұлдыз болып жүрді. Бірақ бір мәселе бар еді. Менің идеям ол тек қағаздағы жоспар емес, ол менің ішкі түйсігім еді. Жобаны іске асыру кезінде қиындықтар туындағанда, Анар оны қалай шешу керек екенін білмеді. Өйткені ол тек дайынды көшіре алды, бірақ өзі тудыра алмады. Арада жарты жыл өтті. Менің жаңа жобам нарықты дүр сілкіндірді. Бір күні кеңсеме біреу келді деді. Есікті ашсам, Анар. Жүдеп кеткен көздерінде баяғы сенімділік жоқ. Мені жұмыстан шығарып жіберді деді ол даусы дірілдеп. Сенің стратегияңды аяғына дейін жеткізе алмадым. Клиенттер ақшасын талап етіп жатыр, компания барлық кінәні маған аударды. Маған көмектесші, өтінемін деді, мен оған ұзақ қарап тұрдым. Ішімде кек алу сезімі де, ашу да болған жоқ. Тек бостық. Анар дедім мен жайлап. Мен саған бір рет қол ұшын создым, сен оны тістеп алдың. Екінші рет мүмкіндік беру, ол қайырымдылық емес, ол ақымақтық. Мен саған жамандық тілемеймін, бірақ менің өмірімде саған енді орын жоқ. Есік әне жақта. Ол кетті. Сол сәтте мен ең маңызды сабақты түсіндім. Сатқындық, ол адамның сені жеңгені емес, ол адамның өз деңгейін көрсеткені. Мен өз жолымды жалғастырдым, бірақ енді достық пен бизнестің арасына нақты шекара қоюды үйрендім. Анар есіктен шығып бара жатып, соңғы рет жалтақтап қарады. Мүмкін ол менің тоқта, қал дегенімді күткен болар. Бірақ мен үндемедім. Ол кеткен соң кеңседе ерекше бір жеңілдік орнады. Сенесіз бе, кейде токсинді адамдар өміріңнен кеткенде, ауа тазарып сала береді екен. Арада тағы 2 ай өтті. Менің жаңа агенттігім үлкен халықаралық сыйлыққа ұсынылды. Салтанатты кештен кейін маған сол баяғы Анарды жұмысқа алған бәсекелес компанияның директоры хабарласты. Кешіріңіз деді ол дауысы қырылдап. Біз кезінде қателесіппіз. Анар бізге сіздің идеяңызды әкелгенде, біз оны керемет талант екен деп ойладық. Бірақ ол жұмыстың берекесін қашырды. Ол тек бізді емес, сізді де сатып кеткенін кеш түсіндік. Қазір ол біздің компанияға 10 миллион теңге қарыз, соттасып жатырмыз.
Мен тек жымидым. Мені сатып кеткен досым үшін емес, әділдіктің бар екені үшін. Кейін естідім, Анар қаладан көшіп кетіпті. Бір кездегі асқақ армандар, үлкен атақ, достық, бәрі бір сәттік пайданың құрбаны болды. Ол менің идеясын ұрлап, байып кетемін деп ойлады, бірақ біреудің бақытсыздығына құрылған бақыттың баянсыз екенін ескермеді. Мен қазір жаңа команда жинадым. Бірақ енді менің кеңсемнің қабырғасында мынадай жазу тұр. Біліміңмен бөліс, бірақ сеніміңді тек дәлелдегендерге ғана сыйла. Арада бір жыл өткенде үйімді жинап жүріп, ескі жұмыс дәптерімді тауып алдым. Ішінде Анар екеуміздің бірге жазған алғашқы жоспарларымыз, кішкентай армандарымыз, тіпті бірге ішкен кафелеріміздің дақтары қалыпты. Бір сәт көзіме жас келді. Мен оның сатқындығын кешіргенмен сол кездегі пәк достығымыздың өлгеніне әлі де өкінетін едім. Сол күні кешке маған бейтаныс нөмірден хат келді. Бұл Анардың анасы екен. Айналайын, қызым. Анардың жасаған іс үшін мен ұяламын. Ол қазір ауыр жағдайда. Саған айтпаған екен, сол кезде оның інісі қатты ауырып, оған шұғыл түрде үлкен сомада ақша керек болған. Ол саған айтуға намыстанды ма, әлде сенен ондай көмек сұрай алмады ма, білмеймін. Ол сол ақшаны тезірек тапқысы келіп, осындай ақымақтыққа барды. Бірақ ол ақша оған бұйырмады. Қазір ол бәрінен айырылып, өз-өзін жек көріп жүр. Сенен кешірім сұрауға беті жоқ. Төбемнен жай түскендей болды. Неге ол маған айтпады? Неге біз отырып сөйлеспедік? Сатқындықтың астарында кейде осындай соқыр шарасыздық жатады екен. Бірақ бұл оның ісін ақтай ма? Жоқ. Мен Анардың анасына қысқа ғана жауап жаздым. Апай, мен оған ренжулі емеспін. Бірақ сенім бұл бір-ақ рет берілетін мүмкіндік. Егер ол маған қиындықпен келгенде, мен оған бәрін берер едім. Бірақ ол ұрлықпен алғанды таңдады. Оған амандық тілеймін. Арада тағы 2 жыл өтті. Мен Анарды да оның анасының хатын да ұмыта бастаған едім. Менің компаниям нарықтағы ең ірі брендтердің біріне айналды. Бір күні заңгерім бөлмеме ерекше бір құжаттар жинағын алып кірді. Мынаны қараңызшы, деді ол таңғалысын жасыра алмай. Біздің есепшотқа белгісіз бір қордан және жеке тұлғадан ай сайын белгілі бір сома түсіп отырған. Және ең қызығы, осыдан 3 жыл бұрын Анар ұрлап кеткен сол баяғы халықаралық жобаның авторлық құқығы толығымен біздің компанияның атына қайтарылыпты. Барлық сот шығындарын, айыппұлдарды ана тарап өзі төлеген. Мен таңырқап, бұл істің анық-қанығын тексере бастадым. Белгілі болғандай, Анар қаладан қашып кетпепті. Ол 2 жыл бойы 2 жұмыста қатар істеп, тапқан табысының жартысын менің компаниямның кезінде шеккен шығындарын өтеуге аударып отырған. Ол маған келіп жылап, кешірім сұрамады. Ол өз кінәсін сөзбен емес, іспен өтеуді жөн санапты. Тіпті біздің соңғы жобаларымыздың сәтті шығуына, бізге ірі клиенттердің келуіне де Анардың жанама әсері болғанын білдім. Ол көлеңкеде жүріп, өзінің жаңа таныстары арқылы біздің компанияны ең мықты агенттік ретінде ұсынып жүріпті. Мен шыдамай, оның ескі нөміріне қоңырау шалдым. Тұтқаны ұзақ көтермеді. Ақыры шаршаңқы, бірақ таныс дауыс естілді. Алло. Анар, бұл не істегенің? Неге мұның бәрін жасырын жасадың? Дедім мен. Тұтқаның арғы жағынан ауыр күрсінген дауыс шықты. Мен сенің алдыңдағы қарызымды қайтарғым келді, деді ол жайлап. Ақшалай қарызды қайтару оңай, бірақ сенімді қайтару мүмкін емес екенін білемін. Мен сенен бұрынғыдай дос болайық деп сұрамаймын. Маған тек сенің бизнесіңнің қайта гүлденгенін көру маңызды болды. Енді менің ішімдегі өкініш отырықшыланды. Сау бол. Тұтқа тасталды. Мен телефонды үстелге қойып, терезеге қарадым. Мен оны қайтадан құшақтап, ең жақын құрбым деп айта алмаймын. Арамыздағы сызат мәңгілікке қалды. Бірақ мен оны іштей кешірдім.
Өйткені ол өз қателігін түсініп, оны түзетуге батылдығы жеткен адам еді. Сатқындық жүректі ауыртады, бірақ кейде ол адамдардың шынайы бет-бейнесін ғана емес, олардың өкініш пен жауапкершілікті қалай көтеретінін де көрсетеді екен. Қалай ойлайсыз, Анардың бұл әрекеті оның кезіндегі сатқындығын жуып шая алды ма? Сіз осындай жағдайдан кейін ол адаммен араласпасаңыз да, іштей сыйластықты сақтап қалар ма едіңіз?